Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге криптоманьяк, және де мен бүгін сіздерге қалай CoinMarketCap'та квиз орындап, яғни сұрақтарға жауап беріп, $25 алуға болатынын көрсететін боламын. Шынымен де ол жерден біз $25 алуымызға мүмкіндігіміз бар. Мен сіздерге қазір басынан бастап не істеу керек екенін барлығын айтып беретін боламын. Примерно 5 минуттарыңыз кетеді. Просто барлық сұрақтарға жауап берсеңіздер болды. Бүкіл сұрақтардың жауабы менің Telegram каналымда болады. Ал енді осы каналға міндетті түрде тіркеліңіздер, комментарий жазып кетіңіздер, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізде 372 подписчик, тездетіп 1000-ға жеткізейік. Одан бөлек біздің Телеграмға да тіркелсеңіздер болады. Телеграм ссылкасы описаниеда болады, және де закрепленный комментарийда болады. Сол үшін біздің Телеграмға тіркеліңіз, сосын осы каналға тіркеліңіз. Сіз бүкіл крипто жаңалықтардың барлығын біліп отырасыздар. Дәл осындай airdrop'тарды тегін криптовалюта алуларыңызға мүмкіндік болады осы каналдың арқасында. Ал енді ең бірінші қараңыздар, ол үшін не істейміз? Ол үшін CoinMarketCap, если жоқ болса Play Market'тен тартып алсаңыздар болады, немесе операдан кірсеңіздер болады. Одан кейін создать аккаунт деп CoinMarketCap'қа аккаунт ашасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ, просто жазасыздар и RFK-ға ештеңе жазбай қойсаңыздар болады. Сосын создать аккаунт басасыздар. Почталарыңызға SMS келеді, верификация, яғни сіздер сол жерден верификация жасайсыздар. Почтаға 2 SMS келеді, дәл қазір қараңыздар, түсінбей қалмас үшін. Мына біріншісі код келеді, верификационный, ал екіншісі сізге осыны басыңыз деп келеді, осыны басасыз. Все, аккаунтыңызға сіз жібереді, ал мен қазір өзімнің аккаунтыма кіретін боламын. Мына қазір мен өзімнің аккаунтымда тұрмын. Одан кейін сіздер не істейсіздер? Одан кейін менің телеграмыма барасыздар қайтадан. Қазір келем. Менің телеграм группамда сіздерге Тронның квизінің ссылкасы тұрады. Сол Тронның квизінің ссылкасына өтесіздер. Просто басамыз, қараңыздар. Сразу квиз ашылады. Старт басамыз. Яғни робот басамыз. Қазір тез квизға жауап беріп шығамыз. Жауаптардың барлығы осы менің каналымда болады. Яғни телеграм группамда болады. Мен келсем басамыз. Одан кейін басамыз. Одан кейін бізге өзіміздің аккаунтымыз жазамыз. CoinMarketCap'қа тіркелген аккаунтымыз жазуымыз керек. Қазір бір тексеріп шығайық. Мына қазір мен аккаунтымды жазып болған соң өткіземіз. Одан кейін сізге Binance аккаунтыңызды жазыңыз деп тұр. Binance аккаунт қай жерден аламыз? Қазір сіздерге көрсетемін. Binanceға кіреміз. Binance'да міндетті түрде верификация болу керек. Одан кейін басасыздар, ID деген жерден ID-ді копировать етіп аласыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. ID-ларыңызды аласыздар. Қайтадан келесіздер. Вставлять етесіздер. Көргендеріңізде мені вставлять еттік. Дальше кетеміз. Ал енді қараңыздар, сұрақтарға жауап беруіміз керек. Tron Network анау-мынау деп шықты. Мына ең біріншісі all of the above астын басамыз. Одан кейін қараңыздар, осы жерде біраз жауаптар бар бұл жерде. USDT, USDD, USDG, TUSD, USDC, TUSD, USDC, TUSD. 5 жауап бар екен бір квизда. Тексеріп шығамыз. Бірінші USDT дұрыс тұр, USDT дұрыс тұр, USDG дұрыс, и TUSD дұрыс, USDC дұрыс. Дальше кетеміз. Бұл жерде Tron Blockchain Explorer басамыз, одан кейін Upnef Foundation басамыз. Дұрыс болу керек па үйде? Я Upnef Foundation, UpNFT Foundation, Tron DAO басамыз. Қараңыздар, бітті. Ал енді бізге сіз осыған тіркелгенсіз ба деп шықты. Қазір көреміз. Тіркелмесек follow басамыз. Қайтадан аккаунтыңызға кіріңіз деп тұр. Қазір кіріп шығам. Міне мен аккаунтыма кірдім. Енді follow басамыз. Міне көргендеріңізде follow істеді. Yes басамыз. Одан кейін тағы да Tron DAO-ға тіркелгенсіз ба деп шықты. Tron DAO-ға тіркелеміз. Follow басамыз. Yes басамыз. Одан кейін осы
постты комментировать етіңіз деп шықты. Сол постты комментировать етеміз. Комментировать еткен кезде типа не жазуға болады бұл жерде? Әркім өздері біледі. Мен Tron Good Blockchain деп жаздым. Блокчейн дегенде даже қате жаздым ау деймін, походу. Қоя берсін, кетті. Tron Good Blockchain деп жаздық. Yes басамыз. Міне біздің квизіміз бітті, Самбут басамыз. Біз квизге дұрыс жауап бердік барлығына. Ал енді результатын күтеміз. Результатында біз $20 алуымыз керек. Ол примерно 35 па, 40 па, или короче 200 ба TRX алуымыз керек. $20 деп жазылған о жерде. Қанша TRX екен ұмытып кеттім. Жалпы, если барлығы жақсы болатын болса, біз сол TRX-ті аламыз.